محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Мәртебен биіктесін ұлы істермен, ел болайық керегесін ырыс керген. Ассаламу алейкум. Ұлдалан мекендеп, мәңгілік елге бет бұрған қазақ елінің бір қиырын жайлап жатқан Сарыағаш халқы армысыздар. Шуақты Наурыз мерекесінің аясында сіздер менен Алланың берген басты нығметі денсаулықтың арқасында қайтадан қауышқанымызға Аллаға шүкіршілігімізді білдіре отырып, бүгінгі бағдарламаны бастаймыз. Құрметті көрермен, бүгін көпшіліктің назарына ұсынғалы отырған тақырыбымыз бұл былайша айтқанда жанұя, отбасы. Ал енді осы тақырыппен келіп отырған студиямыздың қонағы Сарыағаш ауданы Жарытөбе ауыл округі Күмбез мешітінің имамы Ташкенбай Маманұлы. Жалпы енді отбасыны кішігірім мемлекет деп жатамыз. Әрбір шаңырақтың шайқалмастан, оның керісінше шаңырақтың үлкейгені, ол әулеттің көбейіп тарағаны, тереңге тамыр жайғаны, бұл барлығымызға әрине мақтаныш. Сондай өсіп өнген семьяны көрген кезде, әулеті көп семьяны көрген кезде, жанұяны бұларға бір текті әулет деп, бақ қараған әулет деп мақтап жатамыз. Олардан үлгі өнеге алып жатамыз. Ал енді керісінше үйінен ұрыс армайтын, отанасы отағасын сыйламайтын, отағасының сөзі баласына өтпейтін, үйінде ылғи да ұрыс жанжал, ондай жанұядан көршілер де азар безер болып жатады. Міне бүгінгі біздің тақырып осы отбасы жөнінде. Ендеше құрметті көрермендер, қонақжайлық салтымызбен сіздердің аттарыңыздан және өз атымыздан студиямызға уақытын бөліп келіп отырған қонағымызға қош келдіңіз дейміз. Жаңа айтқанымда енді осы жанұя дейміз, отбасы дейміз, бірақ осыны жанұяны құратын кезде адам алдыменен жар таңдайды. Яғни екі жасты кездестіріп, құда түсу үшін кездестіріп жатамыз. Ар жағында құда түсіп жатады, немесе қазақтың басқа да салтыменен алып қашып та алып жатады. Бірақ жалпы осы ең басты мәселе осы жанұядағы жар таңдау мәселесі. Осыны біз қаншалықты дұрыс игеріп жүрміз. Жар таңдағанда неге мән беріп, неге мән бермей жүрміз. Жар таңдағандағы біздің қателігіміз неде, осы жөнінде бір айтып сұхбатты бір жақсылап ашып алсақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва ла ақибату литтақин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи асхаби ажмаин. Амма бa'д. Ассаламу алейкум. Құрметті көрермен қауым, асеке. Алла баршаларыңызға екінен жақсылығын берсін. Еліміз қияметке дейін егеменді тұруын Алла өзі нәсіп етсін. Отан отбасыдан басталады дейді. Енді біздің мемлекетіміз, еліміз мықты болу үшін біздің отбасымыз мықты болу керек. Кішкентай мемлекеттер мықты болған елде әлбетте үлкен мемлекетіміз мықты болады. Ол үшін жанұя бақытты өмір сүру үшін, жоғарыда өзіңіз айтқандай, жар таңдауды дұрыс білуіміз керек. Оған кім үйретеді? Аллах Тағала мен пайғамбары үйретеді. Аллах Тағала Құранда айтады: сендер некесі адал болған әйелдерден екеу, үшеу, төртеуге дейін үйлене беруіңе болады. Егер әділеттік қылмаудан қорықсаңдар, біреу артығырақ деген болса, пайғамбар айтады, сендер ер азамат әйел таңдаған кезде дейді, жар таңдағанда не істейді деген 4 нәрсесіне қарайсыңдар деді. Біріншісі сұлулығына, екінші дүниесіне, тегіне, имандысына таңдағандар деген. Ал пайғамбар айтады, әйелің иманды болса, иманның жартысы толды, қалғанын өзің толтыр деген да. Сол үшін біздер қазақта да айтады ғой, қатын алма, қайын ал дейді. Жақсы көрген жекжаттың атын алма, тайын ал дейді. Сол айтпақшы, біздер жар таңдаған кезде бірінші оның жанұясына мән беруіміз керек. Себебі қыз жанұясына не көріп өссе, ол үйіне келгенде соны жасайды. Анасы иманды болса, әкесінің сөзін екітпей бойсынып өткен ананы көрген қыз
ол ертең күйеуіне бойсынатын болады. Бала шағасы көп туған жанұядан таңдасаңыз, ол да көпшілікке үйренген жаңағыдай қызымыз, тұрмысқа шыққан кезде ол да көп ұрпақ әкелуге ынтық болады. Былай айтқан кезде біздер шариғаттың шеңберінен шықпастан, шариғат неге бұйырады? Соған мән беруіміз керек. Мысалы, бабаларымыз әрдайым құда түскен кезде, оның жора жолдасы бола ма, немесе жамағаты бола ма, қарағанда, оның жанұясына қараған, діндарлығына қараған, иманына, арына, ибасына қараған. Сөйтті де оларды үйлендірді. Содан олардың жанұясы жақсы болды. Тіпті мына кеше Союз кезін айтсақ та, мысалы қазір біз егеменді ел болдық, 30 жыл болып жатыр, Аллаға шүкірлер болсын. Бірақ қазір егеменді ел болып дін өсіп тұрғанменен көп естіп жүреміз да шаңырақтың шайқалып жатқанын. Тіпті Союздың кезінде бұндай болмаған да. Ол кезде дін болмаған. Аталарымыз немесе ағаларымыз, аналарымыз, әжелеріміз намаз оқыса тығылып оқыған. Дін өркендемегенменен, бірақ олардың дін өркендегенде тәлім алған әжелері не қалды? Олар тәрбиелеп тастады да. Қазақи дәстүрмен мынаны жасасаң болады, мынаны істеме, мынаны бүйткен, әкеңнің құрметтеген. Олар бұның барлығы Құраннан, хадистен алынған ережелер еді бабаларымыздың. Бірақ олар не істеді? Сол Құранды, хадисті білмесе де, соған амал жасап, дәстүріміз деп келді да, шаңырақ шайқалмады. Қараңыз, сонда біздер қазір егеменді ел болғаннан кейін дін өсіп жатыр, бірақ не аламыз? Әлі жар таңдауды білмейміз да. Жас балалар өзінің нәпсіне беріледі, осы көзіне жақсы көрініп қалғанына, ата-анасының райына қарамастан үйленіп жатады, кейін ажырасып жатады. Ал шариғат неге бұйырады? Жар таңдаған кезде 4 нәрсеге қараймыз деп, соның имансын таңдауға бұйырып жатыр ғой. Біз сол шариғатқа мән беруіміз керек та, сол үшін. Шындығында да, құрметті көрермен, бұрынғы кезде жар таңдаған кезде олардың былайша айтқанда ата-анасын қарап, әулетін қарап, осы әулеттен жаман қыз шықпайды деп, немесе осы әулетке қыз берсек жаман болмас деп, ата-ананың беделі бірінші кезекте тұратын. Ал енді қазір керісінше қызды сұрастыратын болса, енді қоғамның бұда бір жағымсыз жағы шығар. Қыздың дипломы бар ма, сосын басында кредиті жоқ па деп, о жағында сұрастыратын ұқсайды. Бұл да енді бір қоғамның жағымсыз жағы, бірақ қоғамның да бір дерті десек болады. Ал енді жалпы осы ұрыс жанжал ағайын туманың да кейде арасында араласуға тура келеді. Арзымаған нәрседен де шаңырақ шайқалып кетіп жатыр. Екі жас ұрыс керістің себебінен бет көрместей қатты ұрысқа да барып жатыр. Ал енді оларды басу айтатын ата-ананың өзі ене келінді жамандайды, қайнене күйеу баланы жамандайды. Басу айту жоқ, жолға салу жоқ. Соның салдарынан әрине тірі жетімдер де көбейіп жатыр. Бұл да қоғамның бір үлкен бір жарасы, үлкен бір дерті десек болады. Ал енді осы жалпы үлкен бір себеппенен ажырасса, әрине дау жоқ. Ал енді бір кішігірім себеппенен ажырасып жатады. Осы жалпы осының себеп салдарына да бір тоқтала кетсек. Ұрыс керіс әлбетте жанұя болғаннан кейін көп жерде болып жатады. Негізінде материалдық жағдайға тақалады ғой. Мына біздерде айтып жатырмыз ғой. Аллах тағала бүкіл пайғамбарларды жіберді. Алланың Рахман, Рахим дейтін есімдері бар. Өте мейірбан, аса қамқор, ерекше мейірімді болған зат. Аллах тағала біздерге ақылды берді. Осы ақылымызбен Аллах тағаланы танып алуға да мүмкіндігіміз бар, егер ойланатын болсақ. Бірақ сонда да өте мейірімді болған зат өзінің құлдарын қияметте тозаққа кірмеу үшін пайғамбарларды жіберді, шариғаттарды берді. Мына бізге пайғамбар салам үмметі мұсылмандарға не берді? Құранды берді. Пайғамбар салам жолын берді, сүннатты. Енді қараңыздаршы, мына дүние өткінші дүние. Біздер осы Алланың берген тағдырына разы болмаймыз ғой. Ұрыстың жанжалы содан басталады, қараңызшы. Енді Аллах тағала бірімізді бай қылады, бірімізді кедей қылады. Бұл сынақ дүние болғаннан кейін әлбетте сондай болады.
мүмкін емес та ол. Біреуміз сау қалады, біреуміз ауру қалады. Мына дүние сондай болғаннан кейін адамзат мұсылман болғанымыздан кейін Алланың тағдырына біз разы болуымыз керек қой біздер. Күйеуіңіздің табысы Алланың тағдырымен кедей болса, сіз одан көп талап қойсаңыз, қалай сіздің жаныңыз жақсы болады? Біздер мысалы өкінішке орай қазақта не құртады біздің табысымыздың бәрін құртып жатқан нәрсені өлім жетімменен тойда мысалы. Тіптен мына қайтыс болған кезде де кейде көріп жатамыз, бата оқырын алып келсе, соны жазып қойып жатады да. Мына біз банковый системада өмір сүріп жатқан жоқпыз ғой, мына дүние өткенше. Бір-бірімізбен сіз десіп, жанұямызды сақтап, өсіп келе жатқан бала-шағаларымызды имам исламмен тәрбиелеп, елімізге, келешекке жақсы ұрпақ тастап кетудің орнына мына дүниенің матасымен шұғылданып жүрміз да. Тек қана қайсек жақсы жей екен, қайсек жақсы көлік мінсе екен, қайсек жақсы үйде тұрса екен. Мына дертіміздің бәрі сондай болып қойған. Рухани ашпыз ғой біз негізі. Үйде отырған кезде пайғамбар салам өмірбаяны, сахабалардың, бабаларымыз қанша бабалар болды біздерде. Хандар болды, билер болды. Мысалы, ғалымдар өтті да, соның барлығын өмірбаянын үйренсеңіз, қандай сіз көңіліңіз қуанады. Бірақ соны айту жоқ. Отырасында үйіндегі проблеманы айтып отырады әйеліңіз. Мынандай жоғады, үйде мынандай жоғады. Мысалы, мына қараңыз, ақиқатында бұл шынымен ақиқат ешкімге ұнамайтын шығар, бірақ шынымен сондайда турасын алған кезде дәл солай. Мына тойға барсаңыз, мына көйлегіңіз жұрттар көріп қойса, келесі той оның керек емес сияқты болып тұрады. Бірақ бұл дүние екінші орын ғой негізі. Біздің мақсатымыз не? Әйел бала-шағамызбен Раббымыздың жәннатын ұтып алу. Жәннатқа кірсең, армандаған бүкіл арманымызға жетеміз негізінде. Біз сол арманымызды осы дүниеде орындап алу ғой. Мынандай киюіміз керек, жақсы өмір сүруіміз керек. Пайғамбар салам бір сапардан келсе, әрдайым Фатима анамыздың үйіне кіреді екен. Бірінші мешітке кіреді, Фатима анамыздың үйіне кіреді. Пайғамбар Фатима анамыздың үйіне кіріп жатқан кезде сахабалар енді көп отырып қалады екен да, сонда айтады, күтсек пе екен, күтпесек пе екен деп тұрған кезде пайғамбар ашуланып шықты. Жүзінен білінді ашуланғанын. Али келді де күйеу баласы, Фатима Расул алейхиссалам не ашуландырды, мен білдім деді. Пайғамбар сапарда жүргенде олжа түскен еді да, күміс түскен екен, білезік істеткен, мойнына моншақ істеткен. Кейін үйіне перделіп қойыпты. Пайғамбар кірген кезде соларды көрді да, мына дүниеге кішкене қадам қою ғой енді. Сонда пайғамбар ашуланған Фатима анам сезді, пердені алып, жаңа моншағын, білезігін салды, күмістен, алтынды айтпай қоя салайықшы. Біздер алтынға көміліп кеткенбіз ғой елдер. Салды да сонымен барына Алла жолында істеп жүрсін, мен әкешіме беріңізші деді. Пайғамбар салам минбарда тұрып уағыз айтып тұрғанда, мен Али барды радиалlahu анху, я Расулалла деді, қызыңыз беріп жіберді. Алла жолында істе деді деді. Барып қолына берген пайғамбар қатты қуанды. Фатима осылай айтты ме деді, әкесі оған құрбан болсын деді. 3 рет айтты. Сөйте келіп, үйіне келіп, қызым, егер мына дүниенің қадірі шыбынның қанатындайды, қадір жоқ Алланың алдында деді. Егер қадір болғанда, Аллах тағала кәпірлерге бір уыс су бермеген болатын еді деді. Қараңыздар, біздер осы қадір жоқ дүние үшін не қыламыз? Анау жетпей жатыр, мынау жетпей жатыр. Осылай өмір сүреміз да, шаршап келген күйеуінің алдынан әйел шығып тұрып, анау жоқ еді, немесе пәлен күн тойға барам, ана көйлегін киіп қойғам, соған алып бересің ба десе, қажып келген адамға ұнайды ма мысалы? Қош келдіңіз қожайын деп күтіп алып отырса, шығарып салып отырса, ол әйелін жақсы көрмей, кім жақсы көреді ол ер азамат? Көрдіңіздер ме? Біздер діннің шеңберінен шыға береміз ғой негізі. Нәпсімізге ерік береміз, осыдан қиналып жатамыз. Ұрыс-керіс шығып жатады. Сол жанұяның шығынын, кірісін дұрыс есептемегеннен де болатын шығар кейде. Өйткені бір жанұяда 4-5 телефон. 4-5 телефонға ай сайын төленетін 4-5 тарифтік жоспары бар. Ар жағында газ, су, жарықтың ақшасы бар. Шығын деген көп. Сол кіріс шығысты дұрыс есептемегеннен де болатын шығар деп кейде ойлаймыз. Содан кейін жалпы жаңағы өзіңіз айтқандай кредит басым. Көшеде шалқып машина мінеді, алын сол машинаның кредит екенін біреу білсе, біреу білмейді. Жалпы үйдегі сол көп дүниенің көбісі кредиттен құралып отыр. Бұл да жүйкені тоздыратын нәрсе. Бұл да ұрыс-керіске себеп болатын нәрсе. Жұмыссыздық тағы да бар. Енді себеп салдарына тоқталып отырмыз. Қайткен күнде бұның алдын аламыз. Енді ақиқатында көп жиналыстарға барамыз. Сол кезде мысалы
статистиканы айтады ғой, бір жылда 100 отбасы құрылса, соның 30-30%-дан асып кетіп жатыр, ажырасу болып жатыр, неке молдеке айтпайсыздар, соны ескертсеңіздер болмай ма деген әңгіме естіп жатамыз. Негізінде айтамыз, шариғатта Аллах тағала Алла мен құлдардың ортасында ақысы бар. Перзент пен әке-шешенің ортасында ақысы бар. Ер азаматтар ата-анасының разылығын табу, оның міндеттері бар. Оның бәрі шариғатымызда көрсетілген. Әке-шешенің бала-шағасының алдында міндеттері бар. Дәл сол секілді әйел кісінің күйеуінің алдында міндеттері бар. Күйеуінің әйелінің алдында міндеттері бар. Біз осыны орындамаймыз ғой. Мына қараңыз, бірінші әйел кісі Аллах тағала кімнің мениеті сіңетінін біледі. Мысалы, перзентке әке-шешенің хаққы көп. Неге? Ол туғаннан бастап ата-ананың өз дүниеде өтіп кеткенге дейін перзенттерін уайымдап отырады. Оған мениеті сіңген мениетін айтпай-ақ қоя салайық. Сол үшін Аллах тағала Құранда бұйырады ата-ананың разылығын табуға. Бірақ қараңыз, өзіңіз ойлаңызшы, біз ер азаматпыз да, ата-анамыздың біздерге мениеті көп сіңген. Бірақ біздің дүниемізге ата-анамызбен бөлісіп жатырмыз ба? Жоқ. Біздер кіммен бөлісеміз? Әйел бала-шағамызбен. Біздердің мениетіміз, ер азаматтың мениеті әйеліне көп сіңіп жатыр. Енді соны білген Аллах тағала не қылды? Әйелдердің мойнына жүктеді. Енді біз оны хадистер, аяттар айтып отыратын болсақ, уақыт өте көп керек. Қараңыз, бірінші, күйеуі рұқсатынсыз нәпіл ораза тұту дұрыс емес. Күйеуінің рұқсатынсыз бөтен адамды үйіне кіргізу дұрыс емес. Күйеуінің рұқсатынсыз басқа жаққа шығу дұрыс емес. Күйеуі әйелін қалаған кезде оны қайтару дұрыс емес. Бұл жайында Алланың ләнеті болатын жайында хадистер өте көп. Әйел кісі әрдайым әдеппен мәміле жасау керек. Күйеуінің разылығы, мына біздер әйел жамағаты, әйелдер жамағаты. Мынаға мән беру керек қой. Күйеуін, ол әшін күйеуім өмір жалдасым, немесе махаббатым деп қарамасын. Мына кісі менің жәннатым, тозағым деп қарасын. Сол кісіні разы қылса, пайғамбар айтады, әйел кісі Аллахқа иман келтірсе, 5 уақыт намазын оқыса, оразасын ұстаса, және күйеуін разы қылып, арын сақтаса, жәннаттың 8 есігінен қалағаннан кіре берсін дейді. Жәннатты ұтып алсын, күйеуін разы қылсын, жәннатты ұтып алсын. Ер азаматтың да міндеті бар әйелінің алдында. Оған бірінші келген кезде жақсы мәмілесін жасау. Себебі әйел кісі не қылады? Өзінің ата-анасынан ажырап, бүтін жанұяға келеді. Күйеуім деп келеді, сол кезде оған жақсы мәміле жасау керек бірінші. Кейін Құдай берген ризқына жараса, оны ішкізу, жегізу, киіндіру, үй жаймен қамтамасыз ету. Қара, бұның бәрі не үйретіп жатыр? Біздерге шариғат үйретіп жатыр. Шариғатқа, иманға шақырсақ, ұнатпайды да. Кейде бір жиында отырмыз, молдаға дейді, алдыңғылар не қылатын еді? Неке қиған кезде молдалардан айып іздеп отыр ғой, жаңағыда ағамыз. Алдыңғы имамдар енді керемет неке қиған, қазір неке қиған кезде дұрыс емес қиып отқан сияқты, дұрыс емес аят оқып жатыр ма деген ойға барды ма? Жоқ, ол да емес. Алдыңғыларды қараңыздаршы, неге алдыңғылар ажыраспады? Мен ойланамын да кейде. Неге? Негіз біз ақылға салатын болса, біз ажыраспауымыз керек. Себебі қазір біз не қылдық? Ойбай, сүйем күйемді үйлендік. Ата-анамыз болмайды бұл қыз десе, жоқ, осыған үйленбесем асылам деп арқанға жүгіріп жүріп үйлендік та мысалы. Бірақ не болды? Ажырасып жатырмыз. Бірақ алдын аталарымыз, ағаларымыз ата-анасын айтқанын істеді. Үйленді, ажырасқан жоқ олар, өнді өсті. Немере шөбере сүйіп отыр. Көрдіңіздер ме? Біздердің әлсіздігіміз ғой, біздердің. Шариғатты аттағанымыз. Мемлекеттің идеологиясына да меніңше байланысты сияқты, өйткені шындығында да кеңес үкімет тұсында идеология қатты мықты болды. Ал енді дінге рұқсат болмады. Әрине діннен хабарсыз аталарымыз, әжелеріміз ұят болады, обал болады, жаман болады деген тұспалдап айтып жеткізіп тәрбиеледі. Дегенменен елде идеология өте мықты. Адамдар өзінің ар-намысын биік ұстады. Сол бірен-саран ажырасу бір ішкіліктің арқасында болмаса, көбінесе енді өзіңізде жақсы білесіз, Совет үкіметі кезінде бір-ақ себеппенен ажырасатын, егерде бірталай жыл отандасып, орталарында перзент болмаса ажырасатын. Енді бұлай бір басқа бір себептерменен бір 100%-ың, бір пайызын ғана құрайтын бір ішкілік, сондай салдарлар болатын. Құрметті көрермен, аз әңгіме айтылмады. Бізге берілген уақыттың да құм сағаты сырғып өтіп жатыр. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Енді Асеке бір ескертетін нәрсе, мына қараңыз, ер азаматтарда жауапкершілікті сезіну керек. Өзіңіз айтқандай жоғарыда
Аллах пайғамбар алейхиссалам айтады, Аллах тағала адал қылған нәрселердің ішінде ең жаман көретін ол талақ деген, ажырасу. Осы пайғамбар алейхиссалам айтады, талақ сөзін айтқан кезде Алланың аршысы дірілдеп кетеді екен Алланың ғазабынан. Ер азаматтар осыны түсіну керек. Ажырасуға бел буып ойланған кезде, ниеттенген кезде, ана перзентінің не болатынын, жетім болатынын естен шығармау керек. Кейін және қазіргі кезде осы мүмкіндік пайдаланып айта кетейік. Қазір талақ айту өте мода болып кетті ғой. Дереу 3 талақ дейді. 3 талақ деу шарт емес, мысалы, шын ажыратамыз болса, бір рет талақ десе де ажырасады. 3 талақ деп айтып алады да жол іздеп жүреді. Не істейміз? Енді ойланады, ашуды айтып алады да, ол дұрыс емес. Сол үшін біздер ажырасудың алдын алуымыз керек. Әйелдер жамағатында айтатын нәрсе. Қазір әйелдерді мысалы бір жұмысы болса не қылады? Былайша қопалып айтқанда қотыр қожайын керек емес оған. 100 000 теңге айлығы болса, ажыраса бер дейді, алиментке отырғызып қойып жайлап жүре береді. Анау ана жерге барсам бола ма деп сұранғаннан гөрі өзі кете берген әлдеқайда жақсы секілді болып тұрады оларға. Бірақ алды келешекті ойлау керек қой. Ертең қартайған кезде оның бүкіл перзенттері отбасылы болып кеткен өзі жалғыз өзі қалатынын ойламай ма ол да? Сол үшін біздер ойланайық. Не дейді? Шапалақ екі қолдан шығады дегенде біздер ер азаматтарда, әйелдерде өзінің алдынан жауапкершілігін сезініп, перзенттерін ойлап, елді ойлап, адам кішкене мұсылмандығы, Құдайдан қорқуымыз керек. Алла ескен білгеніміз амал қылуымыз баршамыз насип етсін, иншалла. Елімізде отан шайқалмасын. Біздер мына қазақ елі қияметке дейін егеменді ел тұрмыз, біздерге насип етсін. Біздің қазақ еліне Аллах тағала Раббысына құл болуды насип етсін. Басқа ұлттарға немесе басқа құл болудан Алланың өзі сақтасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бәрекелді, ендеше құрметті көрермен, шындығында мүмкін гендерлік саясатқа қатты мән беріп жіберген шығармыз. Әйелдерді бірденнен үлкен қызметтерге қойып, үлкен нелерге қойып, бұның да себеп салдары бар шығар. Әрине, әйелдің жалақысы еркектен көп болса, әйелдің тілі де ұзын болады. Атам қазақ бекер айтпаған, әйелдің тапқан маңдайшыда тұрады, кіргенде шыққанда маңдайыңа тиіп тұрады деп. Сондықтан енді ер азаматтардың да кішкене осындай бағдарламалардан кейін кішкене ойланып, атқа қонып табыс табатын шығар деген ойдамыз. Әр қазақтың шаңырағы шайқалмасын, керегелеріңіз кеңейіп, шаңырақтарыңыз биіктей түссін. Осыменен бүгінгі хабарды аяқтаймыз. Хабарды жүргізген Асқар Шахиддин. Эфирде келесі кездескенше барлығымыз Алланың амандығында болайық. محمد رسول الله